Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай өте дәмді әдемі чебуреки пісірдім. Рецептін сіздермен бөлісемін. Ол үшін бізге қайнап тұрған ыстық су керек. Ыстық суымызға тұз, сұйық май құйып, жақсылап тұзды ерітіп араластырып аламыз. Мен бұл рецептте көз мөлшермен жасадым. Қатып қалған грамм жоқ. Және осы суымызды ұнға құйып қамыр илейміз. Алғашында қасықпен илеп аламыз, араластырып. Себебі ыстық. Осылай қасықпен араластырып, енді әрі қарай силиконовый коврикта жалғастыратын боламын. Силиконовый коврикқа ұнды сеуіп, қамырымызды салып илеймін. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырды тұндырып қоямын. Ары қарай салмасын жасауға кірісемін, начинкасын. Ол үшін қызып тұрған майға жұмыртқаны қуырып аламын жақсылап. Тұз себемін шамалы. Мен чебурекиға жусай қостым. Жусайды алдын ала жуып, турап дайындап қойдым. Енді осы жусайды жұмыртқаның үстіне саламын. Қуырмаймын. Жұмыртқаның астын өшіріп қойғам. Осылай ыстықтай бетіне жусайды салып қойып қоямыз. Шамалы уақыт. 15-20 минуттай қойып қойсаңыздар болады. Ары қарай мен қамырды бөліктерге бөліп, чебурекидің майда-майда күлшелерін жасаймын. Осылай майдалап күлшелеп алам. Және тағы да қойып қоям, бір 5-10 минутқа тындырып. Енді салмамызға тұзды, бұрышты дәміне қарай салып, жақсылап езіп аламыз майдалап. Осылай вилкамен араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды өте жұқа қылып жайдым. Осылай доп-домалақ қылып жайып, ортасынан салмасын салып, және салмасын салып, чебурекиді түйген кезде ауасын шығарып жібереміз. Және мен бетін басып, ауасын шығарып жібердім. Және жан-жағын бекітеміз. Енді шанышқымен әсемдеуге болады. Жан-жағын видеода көрсеткендей. Енді осы чебурекиларды қызып тұрған майда екі жағын қуырамыз. Өте тез піседі. Піскен чебурекиларымызды тарелкамызға салып ұсынамыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.